Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Парасат. Бүгін біз сәуірдің 20-сынан мамырдың 11-не дейінгі отчетты түсіндіріп сіздерге көрсететін боламыз. Отчетта ең бірінші бізде мудборд жинау, скетч сызу, сосын логотиптің презентациясын жасау, соңғы документацияның басталуын көрсету. Яғни бізге осы дипломдық жұмыстың документациясының алғышарттарын осы отчетта көрсетуді талап етілген болатын. 2 апта ішінде брендтің визуалды бағыттарын анықтау үшін мудбордтар жиналды. Және де мудборд жасау барысында түстер, стильдер, шрифттер және ұқсас дизайндар зерттелді. Кейін логотиптің алғашқы идеяларын дамыту үшін бірнеше скетчтер сызылды. Скетч кезеңінде логотиптің формасы мен композициясына түрлі эксперименттер жасалды. Таңдалған нұсқалар негізінде логотип презентациясы дайындалып, онда логотиптің қолданылу мысалдары көрсетілді. Мінекей біздің мудбордымыз. Қандай логотиптердің түріне қарап, біз логотиптің құрылымын жасай алдық. Және де қандай түстер таңдадық. Бізде логотиптің басты ерекшелігі алма, және де сол аты алмасат болғандықтан алмаға байланысты қылып жасадым. Сол алмаға байланысты қылып бірнеше скетчтер сызып көрдім осындай. Соның арасында осындай 3 вариант шықты, өзім таңдап алған. Міне біреу, екіншісі деген секілді. Қазір оны да презентацияда көрсететін болам. Міне презентациясы. Алмасат деп түсіндірген презентацияда. Яблоко медицинским крестом. Осындай цветовая палитра. Мына жерде шрифттары, қандай шрифттар қолданылды мына жерде. Және де екінші вариантсы осындай минималистический стильде жасалған. Шрифт та соған келеді. Үшінші вариантсы да міне жаңа скетчта көрсетілген. Алманың тупы андай версиясы ғой. Осы 3 вариантсы. Осы 3 вариантсыдан біреуін таңдап, солмен жұмысты ары қарай жалғастырып кететін болам. Келесі бізде осы отчеттан бөлек, осы отчетқа яғни қатысы бар документацияның алғышарттары, мінекей дипломдық жұмыс, аннотация, аңдатпа, абстракт. В общем, осы отчетта осындай нәрселер жасалды. Келесі отчеттарда кездескенше.